Бөлімшесі бұрын енді жұқпалы аурулар ауруханасы болған, бөлек осы жылдың басынан бастап облыстық аурухана мен облыстық балалар ауруханасына 60 койкіден жұқпалы аурулар бөлімшесі берілді. Яғни бұрын басқа мекеме, қазір енді денсаулық сақтау басқармасының бұйрығы бойынша екі бөлімшені екі жаққа бөлінгеннен кейін осы январдан бастап облыстық балалар ауруханасына қарасты бөлімше болып есептеледі. Жалпы енді 60 койка, 60 төсектік жұқпалы аурулар бөлімшесі бұл облыс көлеміне аз. Себебі 1981 жыл салынған бұл мекеме. Жалпы ол кездегі халықтың саны мен қазіргі халықтың санының өсімі бірнеше есе екенін өздеріңіз білесіздер. Соның ішінде енді осы Ақтау қаласы және Мұнайлы ауданындағы халықтың санына арналған басқа төсектік бөлімшелер жоқ. Сол себептен қазіргі кезде жағдайдың туындауы, орын болмауы, аурудың осында көп келуі және қазіргі кездегі маусымдық аурулардың түрінің көбеюі, ОРВИ дейміз, вирустық инфекциялар және вирустық диарея кор ауруының өршуіне байланысты қазір аурудың келу легі көп және қабылдау бөліміне де келіп жатқан науқастардың саны күніне кейбірде 120-ға дейін жетеді. Яғни 120-ны қарағанда ол күніне бір емхананың қабылдауы, үлкен емхананың қабылдауындай деңгейде. Дегенмен де біз қабылдауды ұйымдастырып, дәрігерлердің санын көбейтіп, қабылдау жүргізіп жатырмыз. Енді түсетін аурулардың саны көп. 60 төсекке күні бүгінге 90 баладай жатыр. Койка санын көбейттік, қосымша койкалар қойдық. Енді кейбір жағдайда кезеңмен көп түсіп қалғанда орын болмай коридорға жатқызған кезеңдерде бар. Ол себебі ауруды біз кейін қарай жібере алмаймыз, ем көрсетуіміз керек. Сол себептен сондай жағдайдың орын алғаны жалпы осы жүйелерде теледидар бетінен көрсетіліп жатыр ғой. Сол себепке байланысты болған жағдай. Екінші енді жалпы алдағы уақытта бұл мәселе өте күрделі, себебі қосымша ауруханалар салынбаса, Мұнайлы ауданына не болмаса қалалық көпбейінді аурухана салынбаса, бұл жағдай әрі қарай да қайталануы мүмкін. Ендігі кезеңде осы жағдайға байланысты облыстық әкімшіліктен, қалалық әкімшіліктен жалпы көмек көрсетіп жатыр. Себебі жұмсақ мүліктердің, қатты мүліктердің жетіспеушілігі бар. Соған байланысты қалалық әкімшіліктен одеял, отырғыштар алып берген, 20 отырғыш, 50 одеял. Сосын қалалық облыстық әкімшіліктен олардың көмегімен қазір күнге 278 төсек жатындары және төсек койкалар берілді 60-тың шамасында. Сосын матрастар берілді. Қазір соған біз осы жетпеген койканың орнын толтырып, сол айтып отырмын, 60 койкадан жоғары болғасын, осы койканы санын жеткіздіріп жатырмыз. Қазіргі кезде қолымыздан келіп жатқан көмегі сол. Енді дәрі-дәрмек әзірге жеткілікті. Бұл жерде енді кішкене туындаған тағы бір жағдай болды. Бұл мәселеге байланысты бұл инфекциялық ауруларға тарифтің төмен болуы. Жылдың басынан төмен болып, біз енді өз тарапымыздан комитет ФСМС-ке жаздық, фонд страхования. Сол жазудың арқасында министрдің өзінің көмегі сол осы соңғы қараша желтоқсан айына тарифті көтерді. Бұрын 38 мың болса, қазір 138 мыңға дейін көтерілді. Яғни бұл дәрі-дәрмекке не болмаса қосымша іштегі жағдайды түзетуге үлкен көмек деп есептейміз. Жаңа койка саны жеткілікті деді, сонда қанша айттық? Енді келген науқастар бұрынғыдай сонда жерде жатып жоқ па да? Енді ол адамның келуінің санына байланысты. Ол қазір біз 100 төсекке дейін жеткізіп қойдық. Жалпы ол зона ауру келсе, тағы да орын болмай қалуы да мүмкін. Бірақ енді келген ауруларды жақсаруына байланысты көп ұстамай 3-4 күннің шамасында емдеп жақсарған кезде біз тезірек шығарып жатырмыз. Себебі кейін келген ауруларға орын босату мақсатында. Енді жаңа ғаламторға шықты табақтар бойынша, ол қалай шешілді? Бұл енді табақ деген мәселе бұл жерде бір түсініспеушілік болды. Себебі біз іште тамақты жылытуға ұқсат жоқ. Себебі инфекциялық аурулар. Келген тамақ жылытылмау керек. Бұл енді ата-ананың өзінің біріншіден
білмей банағы кастрюль іздеген, екінші ата ананың банағы жылытып алдында сол кастрюльді пайдалану, ол кастрюль негізі баланың сүтін жылытуға берілген кастрюль. Сол себептен қазір біз іште ата аналармен түсіндіру жұмысын жүргізіп жатырмыз, нақтылап айтып жатырмыз. Себебі деген ішке келген тамақ жылытылмау керек. Келген уақытында желініп, қалдығы жойылуға жіберілу керек. Сонда қазір сіздер 180 адамды қабылдауға орындықта қойдың дайындап қойдыңыз. 90 адамға дайындап қойдық. 60 төсектік мынау. 90 100-ге дейін де жақын, бірақ жалпы 90 төсекте нақты дайын тұр. Қосымша берген төсек орындарға неге байланысты.